Сәлеметсіз бе? Мен сіздің кезекші мергеріңіз Құнанбайқызы Зейнеп. Сізге тазалау клизмасын жүргізуге рұқсатыңызды бересіз бе? Келісемін. Науқастың келісімін алғаннан кейін палаталық жағдай болғанда науқасты кермемен оқшаулаймыз. Тазалау клизмасын қою мақсаты ішектің созылып керіліп жиырылуын қамтамасыз ету, нәжісті жібіту арқылы жуан ішектің төменгі бөлігін нәжістен және желден босату. Қолдану көрсетілімдері іш қату, улану, босану алдында, операция алдында, дәрілік және де майлы клизманы қою алдында, дайындау қажет заттар, залалсыздандырылған ұштық, эсмарт кружкасы, температурасы 20-22 градустағы 1,5-2 литр суды, штатив, вазелин майы, дәке тампондары, шпатель, пинцет, дәретхана қағазы, залалсыздандырылған ерітіндісі бар ыдыс, залалсыздандырылған қолғап, қауіпсіз жинауға және жоюға арналған контейнер, дәретхана ыдысы, шлапшын, пленка және жаялық және алжапқыш қажет болады. Халатты, алжапқышты масканы киіп, қолымды гигиеналық деңгейде жуып, залалсыздандырған қолғапты кидім. Температурасы 20-22 градустағы 1,5-2 литр суды эсмарт кружкасына құйып қысқышын бекітеміз. Науқастың дене биіктігінен 1 метр жоғары штативке ілеміз. Температурасы 20-22 градустағы 1,5-2 литр суды эсмарт кружкасына құйып қысқышын бекітеміз. Ұштықтың аузын вазелин майымен майлап, қысқышты ашып, аздаған суды шығарамыз. Сумен бірге ауада шығады, қысқышын жабамыз. Кушетканың жанына шлапшынды қойып, пленканы төсеп, пленка шлапшынға қарай салдырап тұруы қажет. Оның үстіне жаялықты төсеміз. Науқастың сол қарына жатқанын қамтамасыз етіп, оң аяғы ішіне қарап аздап бүгіліп, сол аяғы кушетка бойымен созылып жатуы тиіс. Сол қолдың бірінші және екінші саусақтарымен бөкселерді ажыратып, оң қолмен абайлап жеңіл айналмалы қозғалыспен ұштықты анус тесігіне енгізіп, оны тік шекке қарай жылжытып, ең алғаш 3-4 см кіндік бағыты бойынша, сосын омыртқа жотасына қатарластыра отырып 8-10 см тереңдікке енгіземіз. Ұшты ашып, су шекке ақырын ене бастағанда, науқасты ішпен терең дем алуын сұраймын. Су ішекке енгеннен кейін қысқышты жауып, ептеп айналмалы қозғалыспен ұштықты шығарып аламын. Шалқаңыздан жатып, терең дем алып, нәжісті жақсы сұйылу үшін суды ішекте 5-10 минут ұстаңыз. Ем-шара палатада орындалғандықтан науқасқа судын береміз. Анус тесігінің айналасын тазартамын. Қолданылған ұштықта залалсыздандырылған ерітіндісі бар ыдысқа маска, қолғап, перчатканы шешемін. Қолымызды гигиеналық деңгейде жуып тазартып кептіреміз. Қолғаптарды салфеткаларды қауіпсіз жинауға және жоюға арналған контейнерге тастаймыз. Ескерту: егер науқас 5-10 минут ішінде сумен бірге мол нәжіс көретін болса, бұл тазарту клизмасы тиімді болды деген сөз. Атониялық іш қату кезінде судың градусы 12-20, спастикалық іш қату кезінде судың градусы 37-42, іш қату кезінде 20-22 градустағы сулар қолданылады. Егер науқас 5-10 минут ішінде тек сумен ішекті босатқан жағдайда дәрігердің қарауынан кейін тазалау клизмасын қайта жүргіземіз.